Желіден жылу іздеген келіншек. Фатиманың тұрмыс құрғанына аттай 15 жыл болды. Бүгінде Нұрлан екеуінің 6 баласы бар. Өзі балалар майда болған соң үйде біраз жылдан бері жұмыссыз отыр. Күйеуі құрылысшы. Осылар үшін таңнан кешке дейін тынбай, белі қайысып кешке шаршап келеді. Осы уақытқа дейін Фатимаға жеңіл-желпі жекігені болмаса, ауыр сөз айтып қол көтерген емес. Балаларды да қатарынан қалдырмай қамтамасыз етіп отыр. Сонда да Фатиманың арманы таусылар емес. Сен маған көңіл бөлмейсің, дұрыс қарамайсың, сен үшін сәнденіп көйлек алып жасанып шықсам да оны байқамайсың. Арасында анда-мұнда қыдыру да жоқ деп Нұрланның құлақ етін жейтін. 6 баламен сенің қамың үшін ертелі-кеш шауып жүрген жоқпын ба? Қай уақытта қыдырамын мен? Балаларды алып шыға берсеңші, ақша жоқ емес, қолыңа беріп жатырмын. Сені жақсы көрмесем, о баста алмас едім ғой деп күйіп піседі күйеуі. Сондай тартыстың бірінен соң Фатима соңғы үлгідегі телефон алдырды. Нұрлан оны несиеге алып берді. Бәрі әйелі разы болу үшін. Фатима мәз, қоймай шұқылап жүріп телефонның тілін меңгеріп алды. Біраз күн өткен соң әлеуметтік желілерге тіркеле бастады. Онда өзінің әдемі суреттерін жүктеп қоюды да ұмытпады. Фатима өмірдің қызығын енді тапқандай бар ынтасымен телефонға кіріп кетті. Балалардың алды өсіп қалғандықтан тірлігін тындырып отыр. Ертелі-кеш телефонға телміріп отыратын болды. Нұрлан да риза. Өйткені әйелі бұрынғыдай құлақ етін жемейді. Өзімен өзі, кешке келсе тамағы дайын, ішіп алып жата кетеді. Фатима телефонын ақтарып, кеш жатады. Нұрланның қашан тұрып кеткенін де білмей ұйықтап жатады. Кезінде Нұрлан өкшелеп жүріп өзіне қаратқаны есінде. Назданып, бұлданып жүріп ыңғай берген еді. Үйленген соңда осылай көңіл бөлер деп ойлаған. Қайдан? Бірінші баланы өмірге алып келген соң-ақ махаббаттың жұрнағы да қалмаған. Керісінше, Нұрланның бар ықыласы балаларға ауып кеткендей. Менің сенде әйелім болса алақанда ұстар едім дейтін күйеуінің құрдасы аузының суы ағып. Оны естіген Фатиманың ойы сан-саққа жүгіретін. Талай еркектің арманын қолына алып бағаламай жүр ғой мына бейбақ деп ойлайтын қамсыз ұйықтап жатқан күйеуіне қарап. Адамның ниеті қандай болса, өмір де соның ыңғайына дөп келеді емес пе? Бір күні әлеуметтік желіден хабарлама келді. Сәлеметсіз бе деп сыпайы амандасқан екен. Сәлеметсіз бе деп жауап жазды да парақшасын шолып шықты. Қараса, ұзын бойлы, иықты, көрікті ер адам екен. Жүрегі лүпілдеп кетті. Қалыңыз қалай, сізбен дос болсақ деп едім, деді әлгі бейтаныс азамат. Неге тек дос деп ойланып кетті де, оны кейін көре жатармыз, танысып алайық деген шешімге келді. Жақсы, өзіңіз қалайсыз, дос болсақ болайық деді. Осыдан әрі шайтан азғырған отбасылы әйел мен беймәлім еркектің диалогы өрби берді. Екеуі түннің бір уақытына дейін сөйлесті. Қайырлы түн сұлу қыз деп аяқтады әңгімені әлгі досы. Сізге де деп сызыла қалды Фатима. Сірә сұлу қыз дегені жағып барады. Ертеңіне Нұрлан әдеттегідей ерте тұрып кетіп қалды. Фатима жас қыздай керіліп түске дейін жатты. Ояна сала телефонын іздеді. Қолына ала сала балаша қуанды. Әлемдегі ең сұлу қызға қайырлы таң тіледім деген хат әлде қашан келген екен. Бақыттан бас айналып кеткендей болды. Сізге де деп қысқа қайырды, өз бағасын көтерген түрі. Түсімде сізді көрдім деп жазыпты, ол да іле-шала. Сәл отырды да шыдай алмай. Сонда не көрдіңіз деді. Сізді шынайы өмірде жолықтырыппын, суреттегіден де сұлу екенсіз. Иісіңіз жұпар аңқиды. Қолымды соза бере оянып кетіппін деді телефонның арғы жағындағы еркек. Фатима мұндай керемет сөздер естімегелі қай заман. Жанына майдай жағып барады. Мам, шәй ішейікші деді кішкентай баласы ас үйден дауыстап. Әпкеңе айт деді немқұрайлы анасы. Әпкем жоқ қой, ол сабаққа кеткен деп ренжи сөйледі баласы. Күнделікті жасап жүрген тірлігінен жаңылып, баланың тамағын әрең берді.
Сосын ол жерді жинамастан барып жата кетті. Қолында телефон. Бейтаныс еркектің әр хатын асыға күтеді. Беймәлім досы өзін Қайрат деп таныстырған еді. Айтуынша үйленіп ажырасқан. Әйелі жанын түсінбеген деп сендірді. Менің күйеуім де сондай. Мені бағаламайды, ақша тапса болды, сол жетеді деп ойлайды. Еркелету, гүл сыйлау деген ойына кіріп те шықпайды деген мұңшақты Фатима. Жаным-ау, сендей әйелді алақанда ұстау керек қой деп ет жүрегін елжіретті Қайрат. Әйел құлағымен сүйеді. Фатиманы оның хаттары елтіп барады. Нұрлан сияқты емес, сыпайы, әйел жанын түсінетін ер азамат. Неге ерте жолықпадық екен деп өкініш білдіреді келіншек. Ештен кеш жақсы, әлі де бақытты болуға хақың бар деп азғырады виртуалды батыры. Сонымен 6 баланың ас ауқатын дайындап шаңырақтың шаттығы болып отырар шақта Фатима жолдан тайып онлайн ойнас тауып алды. Таңы сонымен атып, күні сонымен батады. Тіпті күйеуін де Қайрат деп елестететін болды. Ол шынайы өмір мен виртуалды әлемді шатастырып алғандай еді. Фатимаға Нұрлан емес, Қайрат көбірек керек секілді. Сәл хабарласпаса дегбірі қашатын. Ал күйеуі сол бұрынғыша отбасын асырау басты міндетін екенін алға тартып, ертелі кеш үй бетін көрмей жүре беретін. Фатима Қайратпен 6 айдан аса хат алмасты. Екеуі талай түнде сыр шертіп, айтпаған әңгімелері қалмады. Келіншек соңғы кезде күйеуінен бөлек ұйықтайтын болған. Нұрлан мазасы болмай жүрген болар деп ойлайды да қойды. Некелі жарының жүрегіне ірткі түскенін қайдан білсін. Бір күні Қайрат жоқ болып кетті. Телефон соқса алмайды, хабарлама жазса оқиды, жауап бермейді. Фатима жынданып кете жаздады. Жаным, саған не болды деп кешке қарай тағы да жазды. Мазам жоқ, ауырып жатырмын. Не болды? Қай жерің ауырады? Бұрын әйеліммен ажырасып кеткенде көп ішкен едім. Бауырым ауырып жүр. Тексеріліп едім, біраз ем керек екен. Оған ақшам болмай тұр. Денсаулығы жарамаған соң жұмысты жасап жүрген жоқпын. Сенен ұялып айтпап едім, деп жазды Қайрат. Қанша керек екен емге? Қайда салу керек? Кемінде 300 мың керек екен, есептесем. Жақсы. Сен банк картасының номерін айт, мен саламын. Рахмет сұлуым, денсаулығым жақсарған соң қайтарамын міндетті түрде. Ештеңе етпейді, қайтарудың керегі жоқ деп, виртуалды ғашығына есі кеткен Фатима отбасылық қордан 300 мыңды ойланбай, ешқашан көрмеген адамына сала салды. Нұрланның жанын салып тауып жүрген ақшасын далаға шашты. Бұдан кейін де Қайрат жағдайы жақсармағанын айтып мұңын шақты. Аянышты тудыратын әңгімелер айтты. Ессіз сезімге еріп кеткен әйел өз әрекетіне есеп бермеді. Балаларының аузынан жырып, Нұрланды алдап, ғашығына тұрақты түрде ақша аударып тұрды. Нұрланның құрдасы Елжас үйге жиі келетін. Фатимаға қызығып, аузының су ағып жүрген еркек осы болатын. Сен ылғи телефон ақтарып отырасың. Ол жақта біреуің бар ма деп күлді. Ол бір келгенде. Бар болса бар шығар деп кекесін күлкімен жымиды Фатима. Елжасқа келіншектің өзін мазақ еткені ұнамады. Ол ақылы қызметке жүгініп, телефонды жақсы білетін маман арқылы Фатиманың әлеуметтік желідегі парақшасын бұзып кірді. Хаттарын оқыды. Не болғанын түсінбей отырған әйелге сол хаттарды жіберді. Егер өзімен төсектес болмаса, оны Нұрланға көрсететінін айтты. Фатима ашуланып, айқайлап, қуып шықты. Ал Елжас барлығын Нұрланға ашып айтып бере салды. Қанша ашуланса да Нұрлан Фатимаға артық сөз айтпады. Жаныңа не жетпейді, деді сабырлы күйде. Махаббат, мейірім, ыстық ықылас. Сен мені бағаламайсың деп жылады келіншек. Мен сені қалай кешіремін, мынаны қалай ұмытамын, ажыраспаймын, бірақ балалар үшін бірге тұруға мәжбүрміз, деді Нұрлан. Мен ол адамды ешқашан көрген жоқпын. Менің арым таза, алдыңда адалмын. Неге ажырасасың? Не үшін кешірім сұраймын? Деп бой бермеді Фатима. Адал болсаң, мен әкелген қаражатты ұқсатып жұмсап отырар едің. Көлденен көк аттыға бермес едің. Ақшаны мақұл табамыз. Сенімше, оны қалай қалпына келтіресің, дейді ызадан қолы дірілдеп күйеуі. Бұл күнде олар бірге тұрып жатыр.
Фатима кетіп қалайын десе, ешқашан жұмыс жасамаған. Балаларды аштан өлтіремін деп қорқады. Ал Нұрлан баяғыдай оның бар сұрағанын алып бере бермейді. Екеуі екі бөлмеде жатады. Күйеуі басқа келіншектермен кездесетін болған. Оны жасыруға тырыспайды да. Фатима өз ісі үшін өкінеді, бірақ енді бірдеңені өзгертуге тым кеш болатын.